Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті көрермендер, бүгінгі күні біз киімді тобықтан төмен түсіру мәселесін шариғи көзқарасы жөнінде сөйлесеміз. Бұйырса, бисмиллахир-рахманир-рахим. Хадисте келгендей, Алла Тағала қиямет күні изарын, яғни киімін тәкаппарлықпен тобықтан төмен түсіргендермен істемейді, сөйлемейді де, оларға қарамайды екен. Енді бұл жердегі мәселе ниетте, ең бастысы ниет. Өйткені Алла Тағала білесіз, ол қиямет қайым күні адамның келбетіне қарамайды, түр әлпетіне, ұлтына, руына деген секілді. Ол екі нәрсеге қарайды алады. Бірінші ол амалдарына, және екінші ол ниетіне, не кім үшін жасады. Енді бұл жердегі киімді тобықтан төмен түсіру мәселесінде бұл жердегі ниет, ең бастысы бұл ниет. Егер де адам баласы оны тәкаппарлықпен жасаса, онда бұл күнә болып есептеледі. Ал енді мысалы Абу Бакр радиаллаху анху секілді байқамастықтан, одан бір ешқандай бір жаман ниетсіз оның анда-сонда көйлегі тобықтан төмен түсетін болған. Бұл жерде жалпы мәселе ең бастысы жоғарыда айтып кеткеніміздей, бұл ниетте мәселе. Бұрынғы замандарда ислам келмей тұрып, кейбір адамдар, тәкаппар, залым адамдар киімді киген кезде тобықтан төмен және жермен сүйретіліп сондай деңгейде киетін болған. Яғни өздерін басқалардан жоғарымыз, біз артықпыз, біз байымыз деген секілді сондай бір тәкаппарлықпен басқаларды өзінен төмен санап, сондай ниетпен киетін болған. Осыны негізі шариғат құптамайды. Сол себепті маңыздысы ол киімнің ұзындығында емес. Сүннет бойынша ол тобықтан төмен түсірмеу киімді. Бірақ та ең маңыздысы жаңағыдай бұл киімді егерде тобықтан төмен болса да, ол тәкаппарлық болмаса ғана.